Менің атым Мөде. Мен өз заманымда ғұн мемлекетін құрған ұлы қағанмын. Бірақ ол дәрежеге жету үшін ұзақ әрі ауыр жол жүріп өттім. Бала кезімде әкем Тұман қаған көрші елмен достық орнату мақсатында мені тұтқынға аманат ретінде беріп жіберген еді. Ер жеткенде мен тұтқыннан қашып шығып әкеме оралдым. Әкем мені көргісі келмесе де қайтарып жібермеді. Керісінше маған қол астыма әскер берді. Мен әскерімді жаттықтыра бастадым. Оларды өзіме адал ету үшін қиын жаттығулар мен сынақ өткізіп күш жинадым. Бір күні аңшылықта жүргенде мен өз әкем Тұманға оқ атып әскеріммен бірге оны тақтан түсіріп орнына билеуші болдым. Таққа отырғанда мен жаңа өзгертулер енгізе бастадым. Ең алдымен күн сайын жаттығатын әскер құрып, оны жүйеледім. Бұрын болмаған ысқырғыш оқтарды ойлап шығарып қолданысқа енгіздім. Бір күні маған Қытай елінен бір елші келіп, менің ең жүйрік тұлпарымды сұрады. Кеңесші ақсақалдар оған қарсы болса да, мен өз тұлпарымды оларға беріп жібере салдым. Келесі келгенде, елші менің ең сүйікті әйелімді сұрайды. Ақсақалдар оған да қарсы болды. Алайда мен өз әйелімді де беріп жібердім. Ал үшінші келген кезде елші біздің мемлекетіміздің тілім жерін беруді сұрайды. Бұл жол ақсақалдар соғыс басталып кетпесін деп жерді бере салуды ұсынды. Бұны естігенде жерді бергісі келген ақсақалдардың барлығының басын алып, Қытай еліне соғыс аштым. Себебі тұлпар менікі, әйел де менікі. Бірақ жер менікі емес, халықтікі. Егер мен жерді бере берсем, мемлекеттен дым қалмайтын еді. Осылайша мен Қытайдың Хунүй, Шуйші, Динеңи және басқа да елдерін жаулап алдым. Біздің әскеріміз 400 мың жауынгерден асты. Барлық жауынгерлер күн сайын жаттығатын кәсіби сарбаз болды. Бізден қорыққан Қытай қорғаны үшін үлкен қамал қорған тұрғызды. Бірақ ол бізге кедергі болмады. Қытай мемлекетін көп ұзамай жаулап алдық. Бірақ олардың жерін ғұн мемлекетіне қоспаймын деп шешім қабылдадым. Себебі Қытаймен қосылған халыққа олардың мәдениеті сіңіп, көп ұзамай барлығы Қытайға айналып кетеді. Оның орнына мен Қытайға салық төлеткіздім. Осылайша мен өзім жеке дара билік құрып, ұлы ғұн мемлекетінің негізін қаладым. Біздің мемлекет барлық әлемді қорқынышта ұстаған ұлы қуатты империяға айналды. Жауынгерлеріміз ешкімнен қорықпайтын жау жүрек болды. Ұрпақтарымызда бізден асып түсетін мықты мемлекет болады деп сенемін. Видео ұнаса арнаға жазылып қолдау білдірулеріңізді сұраймын.